Сәлем достар, Ерке Ток арнасына қош келдіңіздер. Ерке Ток арнасында сіздерге ең қызықты видео, және де ол 40 киімдерді осы Токабокадан табу. Және де мен бүгін сіздерге Токабокадан 40 одежда киімдерді қайдан табу керегін көрсететін боламын. Ал видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де 200 подписчикқа азғантай ғана қалды. Ал біз видеоны бастаймыз. Бұл жақта сіздерге қызықты киімдерді қайдан табу керегін көрсетемін, және де ол қыздардың киімдері. Сол киімдерді жинап, біз жақында осы 1-2 сағаттан кейін магазин ашам деген видео шығады, сонда көріп кетіңіздер. Біз видеоны көп созбай бастаймыз. Ең алдымен біз мынандай молдегі магазин кіреміз да, осы жердегі киімдерден аламыз. Осындай көйлек, осындай бір атын білмеймін, очкиді алайық, панама алайық, апатауық алайық. Осылай мына жақтан кетейін. Вот, 2 бөлек сап қойын. Осылай магазин ашамыз ғой. И осындай бір неге кіреміз, короче. Мына жерде 2 әдемі киімдер бар, осыны алуға болады. Болды. И келесі бізде мынандай не, мынандай үй, бірінші этажына кіреміз да, мынандай жерлерде өте әдемі бір күшті киім. И мына жақта бір әдемі киім тұр екен. Бірақ мына жақтағы бір қыздың кофтасы, осындай кофтасы ұнап тұр, сол үшін ауыстырамыз. Мынаны алғымыз келсе, онда мынандай ванный немен ауыстырып аламыз. Мына қыздың үстіндегісі ұнап тұр, сол себепті осыны да аламыз. Очки де ұнап тұр. Енді мынандай 2-ші этажына кіреміз де, мына жақта әдемі кофточка тұр екен, маған ұнады. Осыны алып аламыз енді. Келесі бізде мынандай 3-ші этаж. Бұл 3-ші этажда қазір сіздерге көрсетемін. Қазір көрсетейін тез. Мынандай жерлерде бар. Осындай кальмара, игра кальмара тағындай. Мен мына жақтағы ұнамайды жап-жасыл. Не очень просто айтып кетейін, сол себепті алмаймын. Келесі мына шкафта сап-сары одеждалар бар екен, бірақ бұл маған ұнамайды, сол себепті мына келесі үлкен полканы ашсақ, бізде осындай қып-қызыл не екен, бірақ бұл да ұнамады. Ал мына жерде бір қыздардың көйлектері бар екен, сонын осындай әдемі. Короче, сонын бір штугын ғана алу керек. Мына игра кальмаранкын деп біреу алам. И кеттік, осыны алдық, 2 одежда. И мынандай неге кіреміз да, атын білмеймін просто. Осындай мектеп бар, сондай соған кіреміз да, осындай одеждалар бар екен. Осы күйінде аламыз. И мына жердегі студенттердің киімін аламыз да, мына жақтағы қыздың киімін алып аламыз, өйткені бұл өте әдемі екен. Міне. Осылай 3 киімді таптық. Келесі мына жерге общага ма, сондай бір студенттердің жататын жерлері, білмеймін, короче. Осындай жаққа келеміз, домға ма, сондай. Құротпай лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және тіркелуді. Вот. Қазір сіздерге көрсетемін. Осындай жерлерді білетін шығарсыздар. Достар, мен сіздерге қызықты заттарды көрсетіп отырмын. Сіздер білетін, неде білмейтін заттарды көрсетіп жатырмын. Кейбіреулеріңіз білуі мүмкінсіздер. Ал мына жақтағы мынандай бір күшті одежда бар екен. Осыны мына қызбен ауыстырып аламыз. Вот 2 күшті киім. Осылай тауып алуға болады. Вот жатқызып қоямыз енді. Міне аламыз да. И мына болмайды ау, мына келмейді. Сол себепті мынаны алып, мынаның үстіндегі киімді де алып аламыз. Міне бізде осыншама киім жиналып қапты. Жақсы болды. Келесі бізде
мынандай жерге кіруіміз керек қазір. Вот осы жерге. Осындай екі әдемі пижамалар ма, сондай үйге киіп жүретін. Осы үйден аламыз. И енді екінші этажға түсеміз. Екінші этажда мына қыздың несі киімі ұнап тұр. И осыны аламыз да басқа киімді кигізіп, осы киімді алып аламыз. Міне. Менде қаншама киім болып кетті, көрдіңіздер ма? Ал енді мына білетін жастар екінші этажға кіреміз да, осы жерде киімдер бар. Вот әп-әдемі. Мынау версия бұл. Енді бұның шыққанына қаншама не болды. Короче, осына көйлектер, нелерді аламыз. Мына жерде панамалар, очкилер бар екен. Мен мына очкиді алғым келіп тұр. И мынарақтағы бір қыздың киімін алғым келіп тұр. Міне, вот. И ана бас киімінде. Міне шығамыз да, енді осы жерге келеміз. Кішкене қатып кетті. Кешіріңіздер, осындай пижама. Осындай екі пижама сияқты. Мынау көйлек біріншісі, екіншісі пижама. Ой, алсай. Вот, күшті. И мынандай давай керек болады мынауды. Келесі бізде осындай осындай почтаға барамыз. Почтада күшті заттар бар. Вот мындай көйлектерді алып аламыз. И вот осындай күшті заттар бар ғой осы почтада. Мен көбінесе осы почтадан алам киімдерді. И маған ұнайды почтанка. Андай үйге қолданатын заттары өте ұнамайды. Уродский просто алма қойын аны. И мына жерде қарап отырмын, дым таппай жатырмын. Алыстар. Вот мынандай. И осыны алайын. Күшті, я? И болды ма? Қазір қарайын. Жоқ. Мынау болады. Ашын киім киюге ғой бұл ашын. Одежда ғой нормально. Вот, осылай. Маған ұнап жатыр мына киімдер. Достар, енді магазин ашам деген видеоны қарап кеттіңіздер. Мен қазір 1-2 сағаттан кейін істеймін, салам. Сол себепті мен бірінші мына видеоны салам, содан соң не істейміз. Міне енді жайғастырамыз. Осыны магазинімізге келіп алдық. Енді бұл магазинге обзор түсірмей қойын. Осылай сатушы қыз деген сериал түсірген кезде ғана өздеріңіз көресіздер қандай екенін. Вот, күште. Уже істеп қойғам кішкенесін. И вот, короче, маған надо. Қазір енді сөйлемей қойын. Қазір жайғастырып атқанымда көресіздер тек қана. Менде осылай 40-тан көп киім болып кетті. Себебі мына жерде мен киімдерді баяғыдан бері көп қойған болатынмын. И енді мен 40 киім тапып келдім. И енді сол 49 ба сондай не болды киімдер. Мен осыдан кейін тағы да бір киім тапсам, қойып қоямын. Вот әдемі киімдер, пижама, сондай нелерді қойып қоямын. Короче, міне болдым. Заттарды қойып, осылай ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді кейін, қазір менде 1-2 сағаттан кейін мен магазин ашамын деген не болады. Мен оны түсіріп қойған баяғыдан бері. Сол енді 1-2 күннен кейін енді сатушы қыз деген сериал шығады. Айтпақшы 185 подписчик құтты болсын, 200 подписчикқа жетейік. Қазір мен ютубқа кіремін, мынаны монтаждап, и қазір мен ютубқа салып тастаймын. Ал достар, тез көріп кетіңіздер. Осылай ұнады деген ойдамын. Қазір осыдан кейін
тағы да өзім түсірген бағана түсірген немді де қазір салып тастаймын. Бағана азаннан бері түсіріп отырмын.